Қазір неге намаз оқитын адамдар алаяқ болып бара жатыр? Бұрындары адамдар ой мына намаз оқиды сенеміз бұған деуші еді. Ал қазір керісінше болып кетті. Неліктен? Көпке топырақ шашпаймын депті бір бауырымыз. Мен айта алмаймын. Барлық көпке топырақ шашуға болмайды. Көпті жамандаған көңілсіз қалады дейді. Қаншама мыңдаған, миллиондаған намаз оқитын бауырларымыз бар. Олардың барлығының құлшылықтарын Алла Тағала қабыл етсін. Әркім сол намаз арқылы жаманшылықтан тыйылуға, жақсылыққа ұмтылуға, ішкі жан дүниесін тазартуға, имандылығын нығайтуға, Құдайдың алдындағы міндеттерін орындауға тырысып жүрген шығар деп ойлаймын. Солай да, сондықтан да оларға қатысты ауыр сөз барлығына топырақ шашып айтуға болмайды. Бірақ кейбір жағдайларда бұндай ситуациялар кездесіп жатады. Біріншіден, намаз оқитын адамдардың барлығы бірден әулиелік дәрежесіне жете қоймайды. Яғни барлығы өзінің жаман қасиеттерін арыла қоймайды. Екіншіден, әрине намазды екі түрлі оқуға, сыртқы формамен керек болатын болса, кейде пайда үшін де оқуы мүмкін намазды. Ал ондай адамдар намазды өздеріне бір қолшоқпар ретінде, намазды өздеріне перде ретінде, намазды өздеріне тіпті сол өздерінің алаяқтықтарына бір ақтап алу үшін бір не ретінде де пайдалану мүмкін. Ондай жағдайлар бар. Жекелеген жағдайларда ондай жағдайларда кездесіп қалады. Не болмаса, кейбір намаз оқитын бауырларымыз да басқа намаз оқитын, оқымайтын бауырларды, немесе адамдарды, болмаса өздерінен болмаған адамдарды, бұлар теріс жолда адасып жүрген адамдар, не болмаса тіпті кейбіреулер қатты кетіп, әсіре кетіп, бұлар кәпірлер, оларды алдауға болады, олардың мал мүлкін алдап пайдалануға болады, олардың жаны да бізге халал деген сияқты өздеріне теріс пәтуа шығарып алады. Мүмкін сондай жағдайларда осы намаз оқитын сыртқы формаға кейбір азаматтарымыз алданып қалып жатады. Сондықтан да намаз, бұл жақсылыққа итермелейтін, жамандықтан тыятын негізгі құлшылық түрлерінің бірі ғой, бірақ десе де бүкіл намаз оқитын адамдардың барлығы періште емес, ол пенде. Сондықтан да әр адамды намаз оқитын, оқымайтындығына қарап емес, оның адамгершілігіне, сол намазы оның жүрегіне қаншалықты түскендігіне,